Баклажан мен ірімшік қосылған салангани рецепті. Әзірлеу үшін бізге қажет: салангани қаптамасы 18 дана өнім, 500 грамм қуырылған баклажан, 200 грамм тығыз ірімшік, 1 жұмыртқа, 2 ас қасық үгітілген кепкен нан, 3 пияз, 2 дана қызанақ, 100 мл өсімдік майы, 2 бөлік сарымсақ, 1 бума ас көк, тұз бен бұрыш дәміне қарай. Салманы әзірлеу үшін біз қуырылған баклажанға 1 жұмыртқаны, үгітілген кепкен нанды, сарымсақты, ұсақ туралған ас көк пен үгітілген ірімшікті салып, тұз бен бұрыш себеміз. Сонан соң барлығын мұқият араластырамыз. Фарштау алдында макарон орамдарын бір-біріне жай ғана ажыратып, өнімді фаршпен толтыруды жалғастырамыз. Нәтижесінде тығыз толтырылған салма өнімнің биіктігін ұлғайтып, ұстап тұрады. Биік таба ыдысқа өсімдік майына жартылай дөңгелектеп туралған және текшелеп туралған қызанақты 2-3 минут қуырамыз. Осыдан кейін қуырмаға тігінен және тығыз етіп саланганиді орналастырамыз. Жоғарғы деңгейіне дейін ыстық су құямыз. Тұз себеміз. Қайнаған сәттен бастап бәсең отта қақпағын жауып 15 минут қайнатамыз. Саланганиді абайлап, түбінен демей отырып ыдысқа салыңыз. Тағамды ыстық күйінде аздап ас көк сеуіп ұсыныңыз. Ас дәмді болсын.